Good day, students. How is it going? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз English Plus Grade 5 Students Book кітабындағы 70-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз A Day at School деп аталады. Яғни мектептегі бір күн жайлы. So, students, let's do exercise number 1. Бірінші жаттығуды орындайық. Бұл жерде былай сұрақ берілген. Do you study this at school? What other subjects do you study? Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай оқушылар 1-ден 5-ге дейін нөмірленген. Бұл жерде бізде өтетін, яғни пән атаулары, Сол осы пән атауларын сіздер осы мектепте өтесіздер ме дейді. Қандай пән атауларын, пәндерді өтесіздер дейді. Енді біріншісінде math, ол бізде математика, Food technology, бұл бізде технология сабағы. Үшінші physical education, ол бізде әрине дене шынықтыру сабағы. Төртінші information and communication technology, бұл жерде акт сабағын айтсақ болады, немесе информатика сабағы, Одан кейін соңғы бізде French, ол бізде француз тілі. Бізде француз тілі болмайды, яғни оның орнына біз English language, Kazakh language, Russian language деп жазсақ болады, Қазақ тілін, ағылшын тілін, орыс тілдерін өтеміз ғой. Неше оқушылар былай жазсаңыздар болады. I study at school math, food technology, physical education, information and communication technology, also Kazakh language, Kazakh literature, Russian language, English language, яғни осы пәндерді біз өтеміз, Осы біздің мектепте өтетін пәндеріміздің атауларын жазуымыз қажет. Енді келесі бізде exercise number 2. Read and listen to the text. Which subjects are difficult for Paul дейді. Яғни бұл жерде оқушылар оқып тыңдаймыз берілген мәтінді. Бұл жерде Пол деген кісі өзінің мектебіне қайтып оралғаны жайлы 25 жылдан кейінгі мектептің жүйесі, сабақтар қиын ба солар жайлы айтылған. Back to school, яғни мектепке қайта оралу деген. Journalist Paul Jones visits his old school after 25 years. He goes with his son Matt, a student at the school. Are things different now? This is Paul's diary дейді. Журналист Пол Джонс өзінің мектебіне, ескі мектебіне 25 жылдан кейін барды дейді. Ол өзінің ұлы Мат оқушы, яғни ұлы Матпен бірге мектепке барады қайтадан. Және де қазіргі нәрселер өзгерген ба дейді. Are things different now дейді. Яғни айырмашылығы қандай, өзгерістер қандай, сол жайлы, яғни Пол өзінің күнделігінде айтады. Ендеше қарайық. Бірінші бізде math, яғни математика сабағы, double дейді, яғни екі рет деген сөз. The day starts at 9 o'clock with math. The teacher is Mrs. Murphy and she's very strict. Math is easy now. Matt always uses a calculator in class дейді. Яғни математика сабағы дейді сағат 9-да басталады дейді. Ең бірінші, яғни күн бізде математикадан басталады дейді. Оның мұғалімі Mrs. Murphy, және де ол өте қатал дейді. Қазір математика сабағы оңай дейді. Мат, яғни ұлы, әрдайым калькулятор қолданады дейді сабағында. Келесі бізде break, яғни үзіліс. Одан кейін food technology. This is a new subject for me. We study food but we don't cook it. Very strange дейді. Яғни тамақ технологиясы бұл бізде. Бұл жерде айтып тұр. Бұл жаңа пән дейді мен үшін дейді. Біз тамақты үйренеміз дейді, яғни қалай жасау керек, бірақ та пісірмейміз дейді. Very strange, яғни біртүрлі дейді. Келесі бізде PE деген, ол бізде physical education, яғни дене шынықтыру сабағы. Oh no, I'm 42 years old. I sometimes watch gymnastics on TV. It's okay, but it isn't my favorite activity дейді. Яғни, жоқ, менің жасым қазір 42-де дейді. Және де мен кейде осы гимнастика, яғни жаттығулары, жалпы гимнастиканы теледидардан көремін дейді. Бұл жақсы дейді. Бірақ мен қазір, яғни бұл менің сүйікті, яғни жаттығуым емес дейді. Сүйікті айналысатын ісім емес дейді. Келесі бізде lunch, ол бізде түскі ас. The food in the school canteen isn't bad. Matt isn't happy because there aren't any chips today дейді. Яғни асханадағы тамақтар жаман емес дейді. Matt бүгін қуанышты емес дейді. Себебі чипс, яғни қуырылған картоп жоқ дейді. Фри жоқ.
Келесі бізде ICT. School subjects are different these days. They don't study Latin now. This is difficult. I often use the computer at home, but in class I am very slow and I don't finish my project. Яғни бұл жерде бізде оқушылар информатика акты сабағы туралы айтылған. Мектеп пәндері қазір басқаша дейді, және де олар қазір латын үйретпейді дейді, латын тіліне, және де қиын дейді. Мен жалпы жиі үйімде компьютер қолданамын дейді. Бірақ сыныпта өте жай жұмыс жасадым дейді. I don't finish my project. Мен өзімнің, яғни проектімді бітіре алған жоқпын дейді, жұмысымды мектепте. Келесі бізде French, яғни француз тілі. Terrible. The teacher doesn't speak in English and I don't understand. And there is an exam. Matt copies from his friend. I copy from Matt and the teacher isn't very happy. School finishes at 3:30. Пью дейді. Яғни бұл жерде terrible қорқынышты дейді. Мұғалім ағылшын тілінде мүлдем сөйлемейді дейді. Және де мен түсінген жоқпын дейді ештеңе. Және де экзамен болды дейді, емтихан. Мәт өзінің досынан көшірді. Мен маттан көшіріп жаздым дейді. Және де мұғалім онша қатты қуанышты болған жоқ дейді. School finished at 3:30. Яғни 3:30-да сабақ бітеді. Conclusion, яғни қорытынды. An interesting day. School is different these days, but not very different. I don't usually study, but it's fun дейді. Қызықты күн болды дейді, және де қазір мектеп басқаша дейді. Бірақ қиын емес ондай қатты дейді. I don't usually study дейді, мен әдетте оқымаймын дейді, бірақ бұл қызықты дейді. Ендігі кезекте оқушылар exercise number 3, үшінші жаттығу. Read the text again and write true or false for each sentence. Бұл жерде берілген мәтінді қайта оқып, дұрыс немесе бұрыс екенін сөйлемдерге белгіле дейді. Яғни, бұл сөйлемдер дұрыс болса true дейміз, бұрыс қате болса false деп белгілейміз. Бірінші сөйлем бізде Paul is a teacher дейді. Paul мұғалім дейді. Мұғалім емес, ол журналист қой, яғни бұл сөйлем бұрыс false деп жазамыз. Екінші, Mrs. Murphy teaches English. Mrs. Murphy ағылшын тілін үйретеді дейді. Ол жерде ағылшын тілі мұғалім емес қой, ол математика мұғалім, яғни бұл сөйлем false болады. Matt doesn't study Latin дейді. Яғни Matt латын үйренмейді дейді. Яғни латын тілін үйреніп жатқан жоқ дейді. Ол дұрыс. Ол себебі мектепте латын тілі қазір жоқ. True сөйлем. Төртінші, PE isn't Paul's favorite subject. Яғни Полдың сүйікті сабағы емес, physical education, яғни дене шынықтыру сабағы. Дұрыс қой, ол қазір ұнатпайды. True деп жазамыз бұл сөйлемге. Бесінші, the French teacher speaks English in class дейді. Яғни француз тілі мұғалімі ағылшын тілінде сыныпта сөйлейді дейді. Сөйлеген жоқ қой мүлдем. Яғни бұл сөйлемде false болады. Келесі exercise number 4, about you, ask and answer the questions. Өзің жайлы дейді, сұрақтарға жауап бер дейді. What's your favorite subject? Сенің сүйікті пәнің дейді. Мысалға, менің сүйікті пәнім ағылшын тілі дейтін болсақ, my favorite subject is English language. Немесе Kazakh language болсын, немесе history, яғни тарих деп жазсаңыздар да болады. Яғни оқушылар әркім өзінің сүйікті пәнін жазады басына, яғни my favorite subject деп бастайсыздар. Одан кейін өзіңіздің сүйікті пән атауларыңызды жазуларыңыз қажет. Екінші бізде which subjects are easy and difficult. Қай пән сізге оңай және қиын дейді. Мысалға, history is an easy subject and math is a difficult subject деп жазсаңыздар болады. Яғни тарих сабағы оңай, яғни математика сабағы қиын деген мысалға. Әркім өзінікін солай жасады. How many classes are there in your school day дейді. Үшінші сұрақта, мектепте, яғни күніне неше сабақ болады дейді. Мысалы, бізде 5 немесе 6 сабақ болады. 5-6 classes in our school day деп жазсаңыздар болады. Төртінші, are you teachers strict? Сендердің мұғалімдерің, яғни қатал ма дейді. Егер де қатал болса, yes, they are strict деп жазсаңыздар болады, немесе no, they are not strict деп жазсаңыздар болады. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. See you next lesson. Goodbye, students.